Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты 7-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Чыңгыз Мамаев. Табылды кырк жигит менен кеңешип, калың каракатаган элине кабар салуу үчүн Кардыгаштан кат жазып, эл ичинде эстүүлөргө, ибин тапкан сөздүүлөргө, алыскы жолду көргөндөргө, бирди чыккан балбандарга, душманды сайып алгандарга, аттуу тонду алдууларга, алыскы жолго камдууларга кат жазды. Анан көкчөлөктү токуп берип, кол кармашып коштошот. Кош, чырагым турба, жолго жолтоо кылба. Аяш атаң карыя уста Баатырдын колуна ушул катты тапшырып, калың кыргыз элин жыйнап кабар бер. Касиет орноп, бак конуп, каргадай жаным сак болсо, калмакты олжо кыламын. Баргандары кабылып ишмак болсо, карагаман балгарттан таап алсын. Жыйналып барган кол болсо, жылкынын баарын кайта айдатам. Кош, аман бол ардагым, кошмо сөз айтып арбагын. Абакем кантер экен деп мени санаңа алба. Эрендердин арбагын күн түн эсиңдин кетирбегин. Эрменкан атам жар болсо эми сайып келемин. Табылды Кардыгашты узатып, кырк жигитти алып, аттанып, жөнөгөндө кырк жигит бири-бири менен акылдашат. Кудай тилегибизди берип, адам сыны келип, Кардыгаш аттарды алып келди. Калмак алдыбыздан чыкса өлө турган болду. Алыстан көрүп акыл табалы. Калмактар жаңы жол салыптыр, ошол жол менен баралы. Караңгыда ашып, карагайды аралап, капчыгайды басалы. Калмактын караанын көрсөк, кар жаадырып, кароолду жакшы чалалы. Ошентип 40 жигит өз ара сүйлөшүп алып, улуу жолго салышат. Элдиярды ээрчитип, табылды жол баштайт. Калмактар салган жол менен караңгыда барышат. 40 жигит капка ташка бекинип жатып калат. Табылды арча торусу менен кырга чыгып, алтын ооз дүрбөсүн ар тарапка сунуп, айланасына көз чаптырат. Калың жылкы менен көп калмак казандап орукта түздө жатканын көрөт. Алардын өлчөсүн алып, өңүтүн болжойт. Кантер экен деп кароолду жакшы чалат. Табылды камырабай кайкыга чаап калат. Калмактар калың жылкыны алып келип, өргө болуп жаткан эле. Караолчусу кайра келип, караан-параң көрбөдүк деп кабар берип, чогулушуп олтурду. Чалгалмак оолугуп калмактарга минтип сөз баштайт. Бүгүн өзүм жол чалам, өкүмдү угуп олтургула. 60 баатыры кош алып, ашууну чалып, өзүм чапкан жаңы ашуунун белине чейин барам. Жол жолоосу көрүнсө, байлап алып келем. Табылдыдан көөнүм жайлап алып келемин. Бүгүн тынчып жаткыла. Силерди ашыктырбай, ат өргүтүп өзүм барам. Атыңар өргү болсун. 2 күн мында болгула. Кош башына семиз жылкыдан тандап союп, каретине тойгула. Чийкет койбой баарын салгыла. Буту колду чоюп, уйкуга мыктап каңгыла. Жылкыны ийин койбой 30дай киши жанына баргыла. Кезек менен кайтарып, эсен багып тургула. Отту таасим кылып, ойноп жаткыла. Чалгалмак 60 баатырын ээрчитип алып, ашуунун белин чалам деп жөнөп кетти. Калың калмак жабыла барып, жылкыны ийип алып, кысыр бээ, кысыр эмди тайга чалманы салып, 32 жылкы кармап келип, кош башына бирден союп, кемегени оюп, эттен абдан тоюп, буту колун чоюп, аттын баарын агытып жатып калышты. 30 калмак жылкыга аттанып, жылкыны сары белди карай жайып жөнөштү. Муну көрүп табылды ичинен тынып, кымылдап, ителгидей жымыңдап, кара олтуруп, күн батаарда уктап жаткан 40 жигитке келип, айланайын 40 жигит, аттанып жолго чыккыла. Кыргыздан тандалып чыккан 40 бирдей эр жигитсиңер. Белде жаткан
Қалмақтың сөзін айтайын, енеңер еркек туғандай сүйіншімді бергіле. Қайқыдан дүрбі салып қарасам, қазандап жатқан жер көрінді. Чалғалмақ қайғулығы кетіп, елі қазан асып, ет салып, алып жатады. 30 қалмақ мал қайтарғаны кетті. Bir түнде 32 жылқыны сойды. 10.000 ел қошуын қол екен. Құдай тіректі берсе, жүректі қуантып, білекті құрчытып, жылқыға қошып атайдап, жылқы ішінен ер байлап, чалғалмақты саябыз, қаруыны жинап, бел байлап, қамын қылап атырлар. Қараташ салып, күн жайлап, қар жаадырған Елдияр қаатшылық салып бер. Қалмақтар сай-сайлап қашсын. Тавылды ұшынтып сөзін бүтірді. Қырық жігіт қарбаластап жүріп, қатқырышып сүйініп, қарды жырағын алып, қатты осымен соот, чоппыттарын киініп аттанышты. Елдияр Қараташты балап, Қарасуының түбіне салып, алдағы аттанды. Елдияр Ермек баш болған 20-сы бір бөлініп, Тавылды баш болып 20-сы бір бөлініп, жылқына қарай баратады. Тавылды арча торы буыданы менен алдыға жалғыз бастырып, жылаңаштың керуді шаштырып келді. Жылқычы қалмақ ұрсын деп, нас қылып күңгіренет. Қалмақтан қавар білінбейді, қарасы көз келінбейді. Ар өзенді бірден 106.000 жылқы біріндейді. Жылқының алдын жөндөтіп, четін жинап, айдап кетчүдөй топтоштырып, жылғалардан улам жинап, айдап жүрі олтырады. Тавылды қасқағын қармап берендеп, қаварымды қалмақтар оғып, қачып кеткемді ойлып, жолуғарға жо, ұрынарға той іздеп баратады. Жылаңаштың чатынан, Көкбұлақтың башынан бір топ қараған көрінеді. Уйышылып топ қалмақ ұқтап жатқан екен. Қынанан албарысын суырып, аларды қарай қамнады. Арча торы атынан түше қалып, басып, байлалып тұрған аттардың чылбырын қият чабады. Издеп жүрген дұшмандың бір тоғын ұшыл жерден табады. Буыданға ырғып мініп, бұлардың атын тиет. Аттары жылқа қошылып қайра жөнейді. Уқтаған қалмақтар тұйып, жаула бары тұрып, ұйқылы көздерін сыйпалап, аттарын іздешет. Ербең деген қалмақтардың ег алдынан Тавылды шығып, жағалмайдай қачырып жалғыз кіреді. Арла өтіп, алтуының башын чабады. Бұра тартып қачырғанда қалмақтар біріндеп шашылады. Қалмақтар кім екенін біле албай шашылып қалышады. Жаш Тавылдыдағы 11-нің башын чабып өтеді. Жо екенін біліп, аман қалған 5 қалмақ арғай жерге жашыншады. Тавылды бұйдалып тұрбастан қайра жөнеді. Тавылды өзіменен бөлінген 20 жігітке келіп, оқияны айтып береді. Жігіттер сүйініп, қалғанын іздеп тапсақ деп чамынады. Анда Тавылды мұндай ақыл салады. Қойғылап алдар, бұл сөзді, көзіңірді ашықла. Қайнаған қалың дұшман бар, күшіңірді ошонды көрім. Жылқыны кең балғарттың ойына қалтырбай айдап аралы. Елдияр менен Ермектен қавар алып, барыбыз чоғылып, малды жинап алалы. Андан кейін батырлықты көрсетіп, қалмақтарға баралы. Елдияр қандай болды екен? Емні жұмыш қылды екен? Сайышып жатқан ел, салынған қыран бел бар ба? Емгіче неге кечікті? Ең жатқан мал бар ба? Же қалмақа бүлікті салып, қармашып жатқан ері бар ба? Тавылды жігіттерді жылқыға қойып, Елдияр Ермекті іздеп, бол жошқан сары белден ақташына барып олтырды. Қалмақтар жатқан жерге қар аралаш мөндір жап, ат құлағынан шам күйіп, түнге түн қошылып жатқандай болып көрінеді. Елдияр Ермек ой тонын барын жойылып, біріндеп жүрген қалмақтардың аттарын жылқыға қошып айдап, 15 қалмақтың 4-ін өлтіріп, бірін қармап алып, байлап келе жатады. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртавулды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртавулды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.